Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен осындай бұрын кішкентай бала кезімізде асханада 5-10 теңгеге сатып алатын әдемі коржиктің рецептімен бөлісейін деп тұрмын. Каналға тіркеліп, видеоның соңына дейін көріп, міндетті түрде жасап көріңіздер. Жасағаннан кейін қалай шыққанын айтыңыздар. Міндетті түрде сіздерде кері байланыс күтемін. Енді бізге осындай ыдысымызды алып алдық. Енді осыған 1 стакан айранымызды құйып аламыз. Енді бұл дүкен айраны, сіздер қолдың айранын да пайдалансаңыздар болады. Әдемі шығады екеуімен де. Айранымызды құйып алды. Енді айранымыздан кейін пищевая сода дейміз ғой, 1 қасық қосамыз. Енді осыны араластырып аламыз. Бізде көпіршік пайда болу керек. Әбден көпіршік пайда болғанша араластырамыз. Міне осылай араластырып аласыздар. Міне көріп тұрсыздар, иә? Міне көпіршік бізде пайда болды. Міне осылай. Енді өздеріңізге өте тәтті болсын, тәтті болмасын дейтін кісілер бар. Сондықтан қарайсыздар. Енді мен осылай 1 стаканға жақын қантымызды салып аламын. Енді араластырамыз. Қантымызда ешқандай түйіршік болмау керек. Әбден араласу керек. Дұрыстап тұрып араластырамыз. Міне бізде кәдімгідей пищевая содамыздың реакциясы кәдімгі көпіршік пайда болып, әдемі болып жатыр. Менің каналымда жеңіл рецепттер, тез дайындалатын тағамдар өте көп. Сондықтан қонаққа болсын, басқаға болсын, кез келген уақытта каналға тіркеліп, бір каналдан ақ бауырсақтың түр-түрін, пирогтың түр-түрін, печеньенің түр-түрін, кез келген тамақты, пирожкидің түр-түрін міндетті түрде жасап көрсеңіздер болады. Қонақ келетін кезде іздейміз көбінесе. Достар, міне бізде қантымыз әдем болып еріді, түйіршік пайда болған жоқ. Енді міне 2 үлкен қасықпен сұйық майымызды құйып жатыр. Сіздер сұйық майдың орнына майды да ертіп қойсаңыздар болады кәдімгідей. Маргарин май. Қызым, ашып жеш, кім екен? Енді араластырып аламыз. Міне осылай араластырып алғаннан кейін сұйық майымызды құйдық, араластырып алдық. Енді осылай ұнымызды илеп саламыз. Енді өздеріңіз қарайсыздар. Міне, осылай сала отырып, енді осының үстіне біз 1 шай қасықпен қопсытқыш саламыз. Достар, ұмытып кетпеңіздер. Міне, 1 шай қасықпен қопсытқыш салдым. Енді осыны бір араластырып алайық. Енді араластырып алғаннан кейін қамырымызды дайындаймыз. Енді міне қопсытқышты да араластырып алдық. Енді ұнымызды осылай илеп, салып, қамырымызды дайындайтын боламыз. Енді көз мөлшерімен өздеріңіз қарайсыздар. Айрандарыңыз үй температурасында болған жақсы. Дәмі деген керемет шығады. Мен бірнеше рет жасап көрдім. Сіздер де жасаңыздар. Ешқандай жұмыртқа қосқан жоқпыз. Міне достар, біздің осындай әдемі қамырымыз дайын болды. 600 грамдай ұн алғам, 100 грамдай қалды. 500 грамым не кетті. Енді өздеріңіз көз мөлшерімен жасай бересіздер. Рецепті барлығын төменге қалдыратын болам. Енді 15 минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. 15 минут тұрды. Әдемі болып тұр екен. Енді біз ұнды аздап сүйіп, қамырымызды осылай жайып аламыз. Бетіне тағы аздап ұн себеміз. Камераны кішкене жылжытайын. Енді осылай жұқалап сып аламыз.
Қазір қандай қалыңдықта екенін көрсетем. Өте жұқада болып кетпеу керек. Осындай әдемі қойшықтар дайындадық. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Кішкентай қызым ұйқыдан тұрып кеткен, енді өшіп отыр. Міне достар, осындай болу керек арасы. Өте жұқа болмау керек. Міне, қалыңдығы осындай болып тұр. Міне енді осындай гүл тәріздес формамыз бар бізде. Осымен осылай бөліп аламыз. Бетіне жұмыртқа жақпаймыз. Қазір көресіздер, бетіне айран жағамыз. Міне осылай барлығын осылай басып форма жасап аласыздар. Қалған қамырымыздан қазір көбелек тәріздес қылып жасаймыз. Кішкентай қызында болмайды. Жасайық. Осылай алып тастаймыз. Артық қамырды қазір қайтадан ысып, көбелек тәріздес қылтып жасайтын боламыз. Міне бізде осындай әдемі қожықтарымыз пайда болды. Мен алдыңғы видеоларымда қарасаңыздар да, мен осындай формамызға ешқандай қағаз төсемеймін. Бауырсақтан қалған бізде тоң май мен сұйық май араласқан майымыз бар. Соны жағам, ешқандай дәмі де жоқ, несі де болмайды, әдемі. Жабыспай әдемі пісіп шығады. Сіздер өздеріңіз білесіздер, енді мен осылай қағаз төсемей, май жағып, самса пісірсем де, басқа печенье түрлерін пісірсем де, осылай бауырсақтан қалған майды жағам. Енді осылай барлығын орналастырып аламыз. Көріп тұрғанда мен барлығын салып орналастырып алдым. Енді қазір щеткамызбен бетіне айран жағатын боламыз. Міне енді айранымызды осылай кішкентай ыдысқа құйып алдық. Енді қожықтарымыздың бетіне осылай жағып өтеміз. Ешқандай жұмыртқа жағудың қажеті жоқ. Міндетті түрде дәл рецепт бойынша жасаңыздар. Рецепті төменге қалдырамын. Каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Үйге тәттіні, үйде жасалатын оңай жеңіл рецепттерді ұсындым. Міндетті түрде каналға тіркеліп жасап көріңіздер. Міне осылай барлығына жағып шығам. Енді барлығын түсірмей қояйын. Сіз көріп тұрғандай, мен барлық қоржықтарымызға осындай айранды жағып шықтым. Енді пешімізге салатын боламыз. Пешіміз әдемі қызып тұр. Ортаңғы бөлігіне салам. Енді бір беті қызарғанша күтесіздер. 20-25 минут көп дегенде пісіп шығады. Өздеріңіз қарап отырасыздар, қызарғанда ала қоясыздар. Осындай әдемі қожықты сіздер де жасаңыздар. Енді қалғанынан мен көбелек тәріздес қылдып, бізде осындай шықнасқаны. Менде осындай көбелек тәріздес формамыз бар, осымен жасайтын боламын. Жан жағындағы қамырынан не осылай ысып көбелек тәріздес қылдып жасайын деп жатырмын. Формамызбен осылай кесіп өтеміз. Қалған бөлігінен осылай көбелек тәріздес қылдып жасап жатырмын. Қожықтарымыз піскеннен кейін бірден салып алып пісіретін боламыз. Ал достар, міне әдемі қожықтар жасадық. Қыздарым жағынан тағысып тұр ғой. Өзімен бір нәрсе пісірсем қасында жүреді. Міне достар, енді ортасының қалай піскенін көрсетейін. Мәссаған, қандай керемет. Міне осындай әдемі қожықтарды сіздер де осы рецепт бойынша жасап көріңіздер. Каналымда тез әрі жылдам жасалатын, үйдегі бар заттардан жасалатын тағамдар өте көп. Мына достар, дәмі деген өте керемет енді.
қанты көп емес, әдемі болған. Міндетті түрде рецепт бойынша жасап көріңіздер. Сау болыңыздар, келесі кездескенше каналға тіркеліп алуды ұмытпаңыз.